Мектебімізде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 10 күндік аясында наурыз айының 7 күні 8 сыныбында Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының тарихи және көркемдік құндылығы атты ашық сабағы болып өтті. Сабақты мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Алшынбаева Динара Үсенқызы жүргізді. Оқу мақсатына қол жеткізудің бағалау критерийлеріне, ойлау дағдыларының деңгейіне тапсырмаларды құрастырғанда ескерді. Сабақтың мақсаты оқушылар шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді және шығарма бойынша жазылған әдеби сын пікірлерге түсе отырып сыни пікір жазады. Оқушылардың бойында құндылықты дарытуда, тәуелсіздік және отаншылдық айында. Қазақстанның тарихын, мәдениеті мен дәстүрлерін құрметтеп, еліміздің тәуелсіздігін бағалауды, оны сақтаудың маңыздылығын ұғындыру. Әр сабақ кезеңдерінде оқушылар ортақ ойларын талқылап, өз пікірлерін ортаға салды. Осы мақсаттарға сәйкес тапсырмалар топтық, жұптық, жеке жұмыстар ұйымдастырылды. Оқушылардың мектепте оқу барысында функционалдық сауаттылығы, яғни қол жеткізе алатын білімділік деңгейіне арналған қадамдық тапсырмаларда шығарма бойынша жазылған әдеби сын пікірлерге сүйене отырып, өзіндік пікіріңізді жазды. Белсенді оқыту әдістері, ой түрткі әдісі шығарма бізге несімен құнды? Сауалын қоя отырып, оқушылардың үй тапсырмасы бойынша жұмыстарын бағамдалды. Топтық жұмыста білім алушылар кесте бойынша шығарманың тарихи құндылығы мен көркем құндылығына баға берді. Ал жұптық жұмыста Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасын тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырды. Padlet онлайн тақтасына жұмыстарын жариялады. Әрбір тапсырманы оқушының орындауына сәйкес кері байланыс жасап, бағалау Slashdot онлайн тақтасы арқылы жүргізілді. Сабақ соңында рафт әдісімен сабақтан алған әсерлерін ақынға хатпен жолдап, оқушылар жақсы көңіл күймен тарқасты. Сабақ соңында Қазыбаева Нұржамал, Көпенова Назира, Әділбекова Айзада, Утеева Нұргүл, Абдурахманова Дилфузахон әріптестерімнің пікірлері шығармашылығыма шабыт сыйлай білді дейді Динара Алшынбаева.